Армысың, насыл болдым. Бишимбаевдин соты аякталып келди дейм. Енді Кремльдің ең сүйікті Қазақстандағы ресми өкілі, жазушының баласы күшті бір сүйек тастады. Тіл мәселесі деген. Орыс тілі пара-пар текісіп тұрып, ал бастады енді қазақта Кремльде бір вампирлер отыр, кәдімгідей энергетикалық, кәдімгідей сүйек тастайды. Қанша қыздар зорланып жатыр, қанша қазақтың қыздары өліп жатыр. Жоқ, тура су тасқыны кезінде әкімнің ба депутаттың ба қызы өліп еді. Соны шоу қылып, кәдімгідей хикая қылып, брейкинг ньюс қылып, сұмдық енді сондай қылып жіберді. Ар жақта Атыраудағы бүкіл мұнай зауыттардың бәрін өзінің орыстарына беріп алды. Жерлерді алып алды. Қазақтарды үйсіз шаңырағын күйзелтіп быт-шытын шығарды. Не деген жоспар, не деген енді браво, белиссимо, енді керемет енді жоспармен жұмыс істеп келеді. Енді сүйек тастады, тіл мәселесі бәрі енді қазақтар дірілдеп, енді орыстармен қырылсамыз ба, енді не болады, қазақша мектепті көбейтеміз, талап етейік, қазақша сөйлейік деп тағы енді. Мен сіздерге мына нәрсені айтайын. Бұл нәрсе, бұл қорқыныш өмір бақи жалғаса береді. Қашан біз, сіз, қазақ, өз қазақшылығымызды қолға алғанда ғана бұл нәрсе тоқталады. Өзімізді қазақ екенімізді мойындап, өзіміздің тәңір дінімізді мойындап, өзіміздің осы жердің иесі екенін мойындағанда ғана бұл нәрсе аяқталады. Бұдан да сорақы замандар өткен. Қазақ тойын тойлап, малын жайқап. Бұдан да быт-шыт замандар өткен. Қазақ тойын тойлап, малын жайқап жүрген. Бұның бәрі не? Әрине өзіміз кінәліміз. Тәңірімізді сатып кеттік. Ананың религиясы, мынаның салты, ойбай ажырас десе ажырасып, ойбай жәлептік десе жәлептік, ойбай кредит десе кредит, ойбай андай десе мындай деп. Бұл не деген сөз бұл? Айналып келгенде ат айналып қазығын табады деген. Құдай бізге, тәңірлік Құдай бізге, көзіңді аш қазақ, есіңді жи қазақ деп отыр. Өзіңнің түпкі қайнар көзіне кел деп жатыр. Қашан сіз өзіңізді қазақ екеніңізді мойындайсыз, мақтан етесіз, сол кезде біздің мемлекетіміз жайнайды.